сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Жақсы, бүгінгі күндеріне сәттілік тілей отырып, біз дүниетану сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын бірінші шартты шеңберіне ортаға келе қойыңыздар. Айналып тұра қаламыз. Жақсы, кәні ашық-ашық тұрамыз бері қарай. Ал, балалар, бүгінгі күндеріне сіздерге сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастамас бұрын сіздерге жұмбақ қояйын. Жақсы, өзі жерде болып тұрады, сақалы сыртқа шығып тұрады. Ол не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Сәбіз. Сәбізді білесіңдер, иә? Білеміз ба? Жақсы. Келесі. Қалың киім ұнатады, шешіндірсе жылатады. Дұрыс айтасыңдар. Пияз ашса біздің өзімізге жас келеді. Келесі жұмбағым. Аққұба Антон кигені 10 тон. Не деп ойлайсыңдар? 40 дұрыс айтасыңдар. Ол бізде 40-қа бар. Жақсы. Отыра қояйық бәріміз кәдімгі. Жақсы балалар, сабағымызды бастадық. Олай болса өткен сабағымызды шолу жасап өтейік. Біздің еліміздің астанасы Қазақстан қай қаласы Астана? Нұр-Сұлтан қаласы. Нұр-Сұлтан қаласында қандай ғимараттарды білесіңдер? Бәйтерек, пирамида, тағы қаншады, дұрыс айтасыңдар. Тағы не бар екен? Балықтар несі бар? Тұман аквариумы бар, иә? Жақсы, Астанаға барғандарың бар ма? Барған көрдіңдер ма біз Нұр-Сұлтан қаласына? Керемет қала екен, иә? Жақсы, олай болса өткен сабағымызды шолу жасады. Олай болса бүгін жаңа тақырыбымызға назар аударыңыздар. Бүгін біздің тақырыбымыз менің денсаулығым, мен қалай тамақтанамын. Бүгінгі сіздер білетіндеріңіз тамақтану тәртібінің не екенін білесің, және дұрыс тамақтану үшін азық-түлікті таңдауды үйренесің. Негізгі бүгінгі тірек сөзіміз тамақтану. Оқулығымыздың 77-ші бетін ашамыз. Бүгінгі тақырыбымызға қараймыз. Ал, жақсы, тамақтануды қалай білесіңдер? Дұрыс тамақтану. Кім біледі дұрыс тамақтану? Тамаққа келмес бұрын бірінші не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, тазалық, яғни гигиенаны сақтаймыз, иә? Қолымызды жуамыз. Ал дастархан басына келдік, одан не істейміз? Дұрыс, тамақ ішкен кезде сөйлемейміз. Тамақты не істеп, қалай жеу керек? Көп шайнау керек. Егер де тамақты көп шайнайтын болсақ, балалар, бізді жеп отқан тамағымыздың құнары, дәрумендері ағзамызға тиесілінде. Жақсы. Олай болса, мен экскурсия жетекшімін, тәсіліне назар аударамыз. Дұрыс тамақтану сенің денсаулығының жақсы болуына және бойыңның өсуіне әсер етеді. Ол үшін азық-түліктерді дұрыс таңдай білу керек. Азық-түліктерге көкөніс, жеміс, жұмыртқа, ет, балық, дәнді дақылдар мен сүт, айран жатады. Олардан біз нан, сорпа, ботқа пісіріп, салаттар жасайды келе. Уақытымен тамақтанудың күнделікті тәртібін білген дұрыс. Ал олай болса, суреттерде арманның таңғы, түстен кейінгі және кешкі ас мәзірін бейнеленген. Соған назар аударайық. Ал таңғы асқа не бейнеленіпті бізге? Қарай, атап өтейікші. Мынау не зат? Ботқа. Одан кейін таңғы бутербродымыз, дұрыс айтасыңдар. Одан кейін шай немесе компот ішсек болады. Ал түскі асқа не ішеді екенбіз? Сорпа, жеміс, тамақ, нан, шырын ішеміз. Ал түстен кейінгі жүрек жалғауға дейін ішеді екенбіз? Тоқаштар және шырын немесе компот, ауыстырсам болады. Және не ішуге болады? Не жеуге болады екен? Алма, жеміс жеуге болады екен. Ал кешкі асымызға не жейміз? Бешбармақ жесек болады, немесе палау жесек те болады. Нан мен шай. Ал енді балалар, сіздерге сұрақ. Осы ұйықтар алдында тамақты қанша сағат бұрын ішкен дұрыс? 2 немесе 3 сағат ішкен дұрыс. Дұрыс айтасыңдар. Оған дейін жатам дегенше бізде тамағымыз не істейді? Қорытылады екен, иә? Түнгі ұйқымыз жақсы болады. Жарайды.
жарайды балалар. Енді сіздер білесіздер, иә, қандай тағам бізге пайдалы. Ал мына жерде бізде сәбіз беріліп тұр. Сәбізде бізде қандай дәрумен бар? Неге пайдалы бұл бізге? Көздің көруін жақсартады, алысты, жақынды бағдарлай алатын боламыз. Алмада қандай дәрумендер пайдасы бар? Жүрек соғуына өте әсер етеді екен, және неге байланысты? Тісімізге де пайдасы бар екен. Одан кейін не көріп тұрмыз? Балық көріп тұрмыз. Ал балықтың қандай пайдасы бар? Балықтың майы да пайдалы, өзі де пайдалы. Яғни тістерімізге де, сүйегімізге де қатайтып пайдасын береді екен. Ал одан кейін не көріп тұрмыз? Сүт, айран, яғни ағарған дейді. Бұл неге пайдалы? Жүрегімізге де пайдалы, терімізге де пайдалы екен, сүйекке де және тісімізге де пайдалы екен. Дұрыс айтасыңдар. Енді балалар, ас мәзірі деп отырғанымыз балалар, тамақтануға арналған тағамдар мен сусындар тізімі. Келесі тапсырмамызға қарайық балалар, бәріміз назар аударамыз. Бізге Әселдің қалай тамақтанатынына назар аудар дейді. Әселге қандай кеңес берер едің? Ал таңғы аста нені алып тастауға кеңес бересің? Газды суды таңғы бәрішті алып тастаймыз. Нені қалдырамыз? Ботқаны қалдырамыз. Түскі аста нені алып тастауға болады? Тәмпек. Ол біздің тісімізге өте зиян. Тіс жегіп құртын келтіреді. Осы бізде тәмпек екен. Ал түстен кейінгі асымызда кофе пайдасы екен. Ал кешкі асымызда чипсы пайдасыз екен. Оның орнына пайдалы тамақ жегеніміз дұрыс. Енді балалар, сендерге тапсырма. Олай болса балалар, қазір тақтаға кім шығады? Қол көтерейікші кәні. Ал сен шыға қой. Медина, сен де шыға қой. Сендерге тапсырма. Мына жерде берілген заттар бар. Бұл жерде зиянды және пайдалы тағамдар бар. Азамат, сен пайдалы тағамдарды тере қой. Медина, сен пайдасыз тағамдарды теріп ала қой. Жылдамдатамыз, тездетеміз. Дұрыс. Дұрыс. Тағы. Нелер пайдалы бар екен? Бәрі пайдалы екен, қарап отырсақ. Жылдамдатамыз. Болды па? Мына жерде пайдалы зат бар ма, пайдасыз зат? Қалып қойған жоқ па мына жерде пайдалы зат? Бәрі пайдалы екен, жақсы. Олай болса, неліктен пайдасыз деп ойлайсың? Не пайдалы бұл жерде? Дұрыс айтасың. Тіс ауыртады, тағы ішті ауыртады. Ал қандай пайдасы бар? Алған заттарының бұлардың барлығында не бар бізде? Дәрумендер бар екен, Ал бізге су пайдалы ма? Ал мен суға қарағанда газсыз су пайдалы. Дұрыс айтасың. Ал достарыңа қандай кеңес бересің? Барлығы, кішкентай балалардың барлығы осындай зиянды затқа құмар, Ал қандай кеңес айтасыңдар? Су бізде өте пайдалы. Ал мынау газды су, қуырылған картоп, мына бір ашытылған гамбургеріміз біздің ешқандай пайда әкелмейді. Тек қана зиян әкеледі. Жақсы, отыра қойыңдар, өте жақсы, жарайсыңдар. Ал балалар, сабағымызды қорыта келе, бүгінгі тақырыбымыз бойынша сұрақтар бар ма? Сұрақтар жоқ болса, онда барлығы түсінікті деп ойлаймын. Үйге барғанда міндетті түрде ас мәзірі дұрыс пайдалануға көп көңіл бөліңдер.